Арнадан ақпар күткен ағайын армысыздар. Назарларыңызда Шарайна ақпараттар қызметі. Студияда мен Арман Қазбек. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына аңдатпа. Төлем картасын жоғалтқан жағдайда не істеу керек? 1 сағат ішіндегі 1 рет төлем. Оңайдың жұмысын оңайлату жолында. Күнбе, төлем картасын жоғалтқан жағдайда не істеу керек? 1 сағат ішіндегі 1 рет төлем. Қаламызда 15 қазаннан бастап сараланған тариф енгізілді. Енді жолаушыда оңай төлем картасы болмаса, жолақысы үшін 150 теңге төлеуі тиіс. Қазірдің өзінде қолма-қол ақшасыз төлейтін жолаушылар санының күрт өскені тіркелуде. Бұл күн сайын шамамен 280 мың транзакция. Бірақ жолаушыны мазалайтын сұрақтар да аз емес. Толығырақ бейнематериалда. Кәсіпкерлер мен сервистік қызметтер қауымдастығының бастамасымен өткен баспасөз жиынында жергілікті атқарушы билік органдары мен уәкілетті мемлекеттік органдардың өкілдері және тасымалдаушылар жиналды. Егер оңай картасын жоғалтса, не ұмытып кетсе, немесе басқа қаладан келген жағдайда не істеу керек? У каждого терминала Әр терминалдың өз коды бар. Сандарды теру арқылы SMS жолдап, жолақысы үшін 80 теңге төлеуге болады. Балаларға келер болсақ, 50% жеңілдік үшін олардың жеке картасы болуы керек. Бала да ересек адам секілді қоғамдық көлікте жол жүру үшін QR-код және SMS арқылы базалық тарифті, яғни 80 теңге төлейді. Өзімен бірге картаның болуы ғана пайдаланушыны анықтауға мүмкіндік береді. Бұл деректер арқылы тасымалдаушыға жергілікті бюджет қаражатынан субсидиялар мен өтемақылар есептеліп төленеді. Бұл мәселе картаны жоғалтқан балаларға да қатысты. Жолаушылардың қозғалысы туралы деректердің құпиялылығы туралы мәселелер де халықты алаңдатады. Зиянкестер баланың қозғалысын бақылай алады ма? Бұл сауалға да жауап берілді. мы это гарантируем, мы за это отвечаем. Ата-анадан бөлек бөтен басқа біреулер баланың қайда жүргенін біле алмайды. Адамдардың алаңдауына еш себеп жоқ. Картаның немесе басқа төлем жолдарына мүмкіндік болмаған кезде балаларды автобустардан түсіру оқиғаларының кездесуі туралы да айтылды. Оған автопарк өкілі олай жасаудың қажет емес екендігін мәлімдеді. Алайда бұл балалардың қулыққа барып, тегін жүруі керек дегенді білдірмейтіні айтылды. Ата-ананың жауапкершілігі тасымалдаушыға жүктелмеу керектігі тілге тиек етілді. Жолаушылардың арасында кең тараған мәселе төлем жасалғаннан кейінгі аралықтың ұзақтығы. Жоспарлаған орнына жетіп, өз істерін атқарып, автобусқа қайта отырғанда картадан жолақысы алынбай, түсініксіздік туындайды. У нас нету нигде часа уже. Бізде бұрынғыдай аралыққа қатысты мәселе жоқ. Ең көп дегендегі интервал 37 минутты құрайды. Біз осы бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Қысқа аралық жолаушы толған автобуста адамның сапары үшін біреудің орнына 20 төлемді есептеп шығаруы мүмкін. Жалпы, жүйеден тасымалдау жағдайлары жақсарады деп күтіледі. Атап айтқанда, қазір жолаушы жинау үшін асығыстықты қажет етпейтін жүргізушілердің тәртібі түзеледі. Мы уходим от кондукторов. Біз күн сайын толастаған шағымдар келіп түсетін кондукторлардан ақырындап бас тартамыз. Қоғамдық көліктер арасындағы жарыстар, аялдамаларда кідіріп қалу, 45-ші шағым орамдағы ушудан арыламыз. Жүргізушілерге артылар міндет, қозғалыс кестесі бойынша жүру. Жүргізуші шамамен 30 немесе 60 мың теңге қаражат түсіреді. Қазір бекітілген жалақы болғандықтан, ол сома айлыққа әсер етпейді. Арман Қазбекұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.